Ассалаумағалейкум, бауырлар, ағалар. Мен мына Түлкібас ауданы Жаскешов ауылынан келдім. Мына бүгін келіп көріп, кішкене өзім сондай бір сезімде тұрмын. Рахмет, Жарылқасын бауырым. Мына үлкен сезімде тұрмын. Бұны барып бізде енді елге айтып осындай кішкене бізде қимылдайтын болатын шығармыз. Бүгінгі Қожымжар бабамыздың ұрпақтар беріп атқан ас ниеттері қабыл болсын, нелері үстем болсын. Жаңа ағамыз айтып кеткенде, ата бабамыздың ұрпақтары еліміздің білімді азаматтары болсын. Нағыз барлықтарыңызға амандық, денсаулық тілеймін. Ауырмаңыздар. Жаңа ағамыз айтып кеткендей, действительно білімнен асқан байлық жоқ. Ең байлықтың несі білім. Дұрыс, рахмет аға. Жақсы сөздер айтып кеттіңіз. Не дейміз? Мынау жаңа Жәкенің айтып кеткен несінің барлығына қосыламын. Осындай үрдісті жаңағы үш мезгіл басқа бабаларымыздың ұрпақтары өткізіп тұрғанға өте ыңғайлы, дұрыс деп ойлаймын мен де. Жәке, мынау неңіз өте орынды. Құдай сізге денсаулық берсін, үлкен істердің алдында жүріңіз әр уақытта. Осындай елді жинап, елдің жақсы тілектерін алыңыз. Отбасыңызды аман көретініңіз, жақсы күндеріңіз көп болсын.